Аса құрметті президент мырза, ең алдымен осы форумға арнайы шақырып, ерекше қонақжайлық көрсеткені үшін сізге және аса құрметті арқадақ Құрбанқұлы Мәлікулиевичке шынайы ризашылығымды білдіремін. Баршаңызды Түрікмен халқының бір туар перзенті Мақтымқұлының туғанына 3 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл шараның біздің халықтарымыз үшін мән маңызы айрықша. Себебі Мақтымқұлы күллі шығыс жұртына ортақ ұлы ойшыл. Ол түркмен классикалық әдебиетінің негізін қалаған бірегей тұлға. Ақынның шығармалары әлем әдебиетінің алтын қорынан лайықты орын алған. Мақтымқұлы пырағы әлем руханиятында орны бар тарихи тұлға. Сондықтан ЮНЕСКО ақын мұраларын әлем жады атты халықаралық тізімге енгізген. Ал Түрксой ұйымы осы жылды түркі әлемінің ұлы ақыны әрі ойшылы Мақтымқұлы пырағы жылы деп жариялады. Бұл барша түркі жұртының ерекше сый құрметі екені сөзсіз. Ұйымның шешімі ақын шығармаларын халықаралық деңгейде танытуға септігін тигізеді деп сенемін. Қазір әлемдегі геосаяси ахуал ушығып тұр. Түрлі жаһандық сын-қатерлер пайда болып жатыр. Осындай күрделі кезінде ұлы ойшылдың рухани мұрасы айрықша өзекті бола түсті. Мақтымқұлы поэзиясы терең гуманистік ойларға толы. Ақын өз шығармаларында бейбітшілік, өзара сенім мен құрмет сияқты мызғымас құндылықтарды дәріптейді. Оның әр туындысында отанға деген шексіз сүйіспеншілік бар. Мақтымқұлы халықты басқа елдермен, яғни күллі әлеммен ынтымақта өмір сүруге шақырды. Мұны жарқын болашақтың кепілі деп түсінді. Мақтымқұлы туындылары арқылы өткенді ой елегінен өткізіп, қазіргі кездегі көптеген мәселенің мән жайын ұғынуға болады. Ұлы ақын түрікмен халқының ұлттық бірегейлігі мен мемлекеттілігінің негізін қалауға өлшеусіз үлес қосты. Бабалардан мирас болған асыл мұраны қастерлеу ұрпақ парызы. Барша түрікмен халқы және түрікмен елінің басшылығы бұл парызға адал. Осы ауқымды іс-шара соның айқын көрінісі. Баршаңызға мәлім, бүгінде Түркменстан ауқымды әлеуметтік, экономикалық және саяси реформалар жүргізіп, қарқынды даму жолына түсті. Мұның бәрі сан ғасырлық тарихы бар түрікмен мемлекеттілігінің нығайта түсетіні анық. Келесі жылы Түркменстан тұрақты бейтараптық саясатының 30 жылдығын атап өтеді. Бауырлас жұрт осы қағидатты берік ұстанып отыр. Ұлттық бірегейлігін сақтап, елдік мүддесін қорғап келеді. Осы табанды саясатының арқасында Түркменстанның халықаралық деңгейдегі абырой беделі арта түсті. Бейтарап Түркменстан әлемдегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайтуға мол үлес қосуда. Сондай-ақ Орталық Азия және Каспий аймағында көп жақты ынтымақтастықты дамытуға ықпал етуде. Біріккен ұлттар ұйымы 2025 жылды халықаралық бейбітшілік және сенім жылы деп жариялады. Бұл игі бастаманы Түркменстан елі көтерді. Мақтымқұлы түрікмен жұртының іргелі ел болуын аңсап өтті. Бүгінде ұлы бабаның арманы ақиқатқа айналды. Түркменстан өсіп өркендеген мықты мемлекет болып отыр. Бұл істе түрікмен халқының көшбасшысы аса қадірлі арқадақ Құрбанқұлы Мәлікулиевич айрықша рөл атқарғанын атап өткім келеді. Ол ұлы ойшылдың идеяларын барша адамзатқа жеткізуге зор еңбек сіңірді. Мақтымқұлының шығармалары қазақ халқының болмысымен үндеседі. Биыл Алматы қаласында Мақтымқұлы пырағының мұрасы деген атаумен халықаралық конференция өтті.
классиктің өміріне арналған аты мәлім халыққа деректі фильмі елімізде үлкен қызығушылық туғызды. Қазақстанның мәдениет қайраткерлерінің қатысуымен түсірілген фильм ұлттық арналардан көрсетілді. Біз биыл Мақтұм Құлы атындағы халықаралық сыйлық тағайындау туралы бастама көтердік. Бұл бастама ұлы ойшылдың мұрасын жан-жақты насихаттауға жол ашады. Мәдени дипломатияны дамыта түседі. Жақында Астанада Мақтұм Құлының ескерткіші бой көтерді. Оны екі ел арасындағы мызғымас достық пен тату көршіліктің символы деуге болады. Сол шараға халық мәслихатының төрағасы құрметті Құрбанғұлы Мәлікәлиевич Бердімұхамедов арнайы келіп қатысты. Біз қазақ халқы Түркменстанның достық қатынасты және стратегиялық серіктестікті нығайту жолындағы нақты қадамдарын жоғары бағалаймыз. Мақтұм Құлы атындағы саябақта қазақтың әйгілі күйшісі Құрманғазының ескерткіші орнатылды. Оны Түркменстанның президенті аса құрметті Сердар Құрбанғұлович Бердімұхамедов ашты. Осы сәтті пайдаланып сіздерге шынайы ризашылығымды білдіремін. Кеше менің ресми сапарым аясында Ашхабадта қазақтың ұлы ойшылы Абай Құнанбайұлының ескерткіші салтанатты түрде ашылды. Мұның да символдық мәні зор. Абай мен Мақтұм Құлы туындыларында өзара үндестік пен үлесім бар. Екеуде туған халқының тарихи тамыры мен болашағы туралы ой толғады. Адамгершілік құндылықтарды дәріптеді. Жұрттың озық ел болуға үндеді. Олардың рухани мұрасы екі елдің сан қырлы мәдениетін байытып, барша адамзаттың ортақ құндылығына айналды. Қадірлі достар, қазақ түрікмен халықтарының тамыры бір, тарихы ортақ. Достығымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрі бар. Осы мызғымас құндылықтардың негізінде екі мемлекет арасындағы ынтымақтастық белсенді дамуда. Мұның бәрі қазақ түрікмен қатынастарын одан әрі нығайта түсері сөзсіз. Бауырлас түрікмен халқына бақ береке, толайым табыс тілеймін. Рахмет баршаңызға.